Ассалаумағалейкум баршаңызға. Рахмет құттықтауларыңызға. Енді бұл жарысқа тыңғылықты дайындалдық. Жақсы дайындықпен келдім. Енді қарсыласымның жарақатына байланысты белдесу болмай қалды ақтықсындағы. Енді жалпы жақсы бала, жас балуан, жақсы қарқында өсіп келе жатыр. Енді бәрі жақсы болса, алда бұйыртса әлі қалай кездесеміз ғой. Бұл жеңісіңізді кімге арнайсыз? Енді бұл жеңісімді өзімнің ата-анама, отбасыма, маған әрдайым дұғада болатын, мені қолдайтын барша жанкүйерлерге. Алда қандай жоспарларыңыз бар? Енді 92 келі салмақта тұрақты өнер көрсетесіз бе? Жоқ, әлде 86-ға қайтадан түсесіз бе? Енді негізі келесі жылы Азия ойындары болады. Енді ол үлкен жарыс біз үшін, біздің мемлекет үшін үлкен маңызды жарыс болғандықтан 86 келі әзірше кішкене салмақ кішкене көп болғаннан кейін әр жарысқа қумайын деп шештім. Сол керекті жарыстарға 86 келіге түсемін. Жалпы әлемдік аренада жалпы 86 келі салмақ дәрежесінде күресті жалғастыра бересіз ғой былайша? Әлемдік ареналарда, үлкен додаларда бұйыртса 86 келі. Жақсы, алдағы жарыстарға сізге тек сәттілік тілейміз. Рахмет.